Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз өте дәмді, үлпілдек пирожки әзірлейтін боламыз. Арнамыздан алыстамай, видеоны соңына дейін көріңіз. Ең алдымен қамырын илеп аламыз. Қажетті заттарды видеоның астына жазып кетемін. Ең алдымен кесеге тұзымызды, қантымызды және ашытқымызды салып, үстінен жылы су құйып, көтерілгенше кішкене күтеміз. Жеке ыдысқа 100-150 мл сүтімізді және суымызды араластырып дайындап аламыз. Онымыздың үстінен 2 үлкен ас қасықпен сұйық майымызды құямыз. Кесеге дайындаған ашытқымызды және де сүтімізбен араласқан суымызды құйып қамырын илейміз. Қамырымыз жұмсақ болып шығу үшін бас кезінде қасықпен араластырамын. Суы жетпесе, жылы судан қосымша қосып отырамыз. Арнамызға тіркеліп, қоңырауды басып қойып. Қамырымыз қоюланған соң, қалған бөлігін қолмен илеймін. Қамырымыз қолымызға жабыспайтындай болу қажет. Қосымша ұн сеуіп отырамыз. Әбден дайын болғанда қамырымыз қолымызға жабыспайтын болады. Дайын қамырды ыдысымызға салып, бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше ішіне салмасын әзірлеп аламыз. Мен картопты әзірледім. Суға тұзын сеуіп, пісіріп аламыз. Картопымыз әбден піскен соң суын төгіп, майдалап, езіп аламыз. Майдаланған картопымызға қара бұрыш, тұз, пиязын ұсақтап турап қосамыз. Құрғақ қатты болып қалмас үшін үстінен кішкене сүт құйып араластырып жібереміз. Барлығын бірге араластырып көреміз. Сүтті қатты көп құймаймыз, себебі сұйық болып кетсе, нанымыз шикі болып қалады. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Өзіңіздің әзірлеу жолыңызды жаза кетіңіз. Қамырымыз дайын болды. Пирожкимізді дайындауға кірісеміз. Ең алдымен нанымызды жайып аламыз. Тегешімізден түсірген қамырымызды жеке-жеке домалақтарға бөліп алсақ болады. Мен барлығын бірге бауырсаққа жайған сияқты бірге жайып, бауырсақ кескішпен кесіп алдым. Жайылған нанымызға ішіне салмасын салып, түйіп аламыз. Дайын пирожкимізді тізетін тақтайымызға ұн сеуіп дайындап алдым. Матаның үстіне немесе газет, басқа да жабыспайтын заттардың үстіне тізіп қоюыңызға болады. Видеодағыдай етіп, екі жағынан түйіп, дұрыстап жауып аламыз. Картопымыз сыртына шығып кетпеуі керек. Піскен уақытта майымыз шашырамас үшін. Түйген уақытта қолымызға жабыспас үшін ұнды пайдаландым. Артық ұндарын түйіп болған соң түсіріп тастадым. Майға артық күйіп, дәмін бұзып үшін. Табамызға сұйық майымызды молынан құямыз. Моң май қосып жіберуімізге болады. Әбден қызған уақытта пирожкиларымызды салып, екі жағын дұрыстап қызарғанша қуырып аламыз. Видео ұнаса арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Өте дәмді, үлпілдек болып шықты. Сіздер де әзірлеп көріңіздер, ас болсын.